Hello everyone, how are you? Бүгін бізде 3-ші сыныптарға арналған Smiles кітабы. People's Book. Page 14, exercise 26. How many legs? Count and write дейді. Яғни сана және жазу керек қанша аяқтары бар. First, snake, жылан. No legs, яғни аяқтары жоқ деп жазылған. Next, it's a duck. Бұл үйрек. Two legs. Үйректің екі аяғы бар деген сөз. Next, horse. Жылқы. It has got 4 legs. Яғни 4 аяқтары бар деп жазылып тұр. Next, spider. Өрмекші. 8 legs. 8 аяқтары бар. And butterfly. Көбелек деген сөз. 6 legs. It has got 6 legs. Көбелектің 6 аяқтары бар екен. Енді астындағы тапсырмада осы жануарлардың аяқтарын санап, қосып, санын жазу керекпіз. For example, біріншісінде horse plus butterfly plus duck депті, яғни жылқының аяғы бізде 4, оған көбелектің аяғын қосамыз. 6, 10 және үйректікі 2 аяғы 12, 12 деп жазылған. Келесі spider, өрмекші. 8 legs, 8, snake, snake'ның аяғы жоқ бізде. Butterfly, көбелек, 6 аяқ, яғни 8-ге 6-ны қосамыз. Ол деген 14, 14 деп жазамыз 14 санын. Next, snake plus chicken and duck. Жылан аяғы жоқ бізде. Chicken 2 аяғы бар. Және duck 2 аяғы бар. 2-ге 2-ні қоссақ 4 болады. 4 деп жазамыз. Next, dog. Dog бізде иттің 4 аяғы бар. Chicken 2 аяқ және duck үйрек 2 аяқ. 4 қосы 2 қосы 2 8. 8 legs деп жазамыз. Next, goat ешкі. Cow сиыр, chicken тауық. Ешкінің 4 аяғы, сиырдың 4 аяғы және тауықтың 2 аяғы бар, я? 4-ке 4, 8, 2-ні қоссақ 10. Демек, бұл жерге 10 деп жазылады. 10 саны. Соңғысы rabbit. 2 аяқ, duck 2, snake no. 2 plus 2, 4 болады. Next task 26, 27. Where are the following animals in your friend's picture? Яғни мына жерде суреттер бойынша жануарлар қай жерде екенін айтуымыз керек. Бұл үшін біз предлогтармен танысып алайық. In бізде ішінде, in. On үстінде деп аударылады, үстінде. Under астында, near жанында, above үстімен деп аударылады. Мысалы, былай депті. Айдар, where is the duck in your picture? Яғни, Айдар, сенің суретіңдегі үйрек қай жерде орналасқан? It's in the tree. Ол ағашта орналасқан дейді. Сол сияқты өзіңнің досыңның қандай суреті бар және жануарлар қайда екенін ауызша айтып беруіміз керек. Exercise 28. Talk with your friend. Яғни бұл жерде де досыңмен сөйлесу керек. Look at the ducks. Қарашы үйректерге. What are they doing? Олар не істеп жатыр? They are swimming. Олар жүзіп жүр. Swimming. Жүзіп жүр ма? Керемет дейді. Next. Exercise 29.
Listen and read. Мына текстті оқып аударуымыз керек. Сосын астындағы тапсырманы орындаймыз. The San Diego Zoo in California, USA is very big. Яғни Америка құрама штаттарында орналасқан, Калифорнияда орналасқан Сан-Диего зоопаркі өте үлкен екен. There are over 3,700 animals there. Мұнда 3700 жануар бар екен. Visit the zoo and see lions, elephants, giraffes and even giant pandas. Бұл жерге барып, арыстандарды, пілдерді, жирафтарды және үлкен пандаларды көруге болады. Look at these giant pandas. Мына үлкен панданы қараңдаршы. They are having meal. It's amazing. Олар тамақтанып жатыр. Ол керемет, тамаша дейді. Таңғаларлық дейді, яғни. Next text. Visit Almaty Zoo in Kazakhstan and see animals from all over the world. Алматы жануарлар бағына барып, әлемдегі барлық жануарларды көресің дейді. You can see zebras, elephants and even white lions. Сен ол жерден зебраларды, пілдерді және тіпті ақ арыстандарды көре аласың. Almaty Zoo is a very special place to visit. Алматы зоопаркі өте арнайы баруға жануарларды көретін жер деп айтқан. Now, exercise 30. Осы мәтін бойынша сөздерді қоямыз. There are about animals дейді. Яғни, Диего жануарлар бағында қанша жануар деп айтылды? 3,700 деп жазамыз. 3700 жануар бар. Next, you can see giant. Сен ол жерден үлкен не көре аласың? Pandas. Яғни, үлкен пандаларды көре аласың деп айтты. Panda деп жазамыз. There are animals from all over the world деген сөзді жазамыз үшіншісіне. Яғни, әлемдегі барлық жануарларды көре аласың Алматы саябағында, жануарлар бағында. The next, you can see white. Бұл жерден ақ не көре аласың дейді. White lions, арыстандар көре аласың дейді. Демек, бұл жерге lion деген сөзді жазамыз. Okay, thank you.